сәлеметсіздер ме? Сіздермен дәрігер Гүлнұр. Сізді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Қант диабетінің алғашқы белгілері айтарлықтай уақыт бойы байқалмай қалуы мүмкін болғандықтан, оны үнсіз өлтіруші деп атайды. Ауруды ерте анықтау және уақытылы емдеу жүйке жүйесінің, бүйректің, көздің зақымдануымен, перифериялық қанмен қамтамасыз етудің бұзылуымен, сондай-ақ жүктіліктің асқынуымен байланысты болуы мүмкін. Көптеген ауыр асқынулардың алдын алуға көмектеседі. Қант диабетінің профилактикасы жайлы ұмытпаңыз. Атап айтқанда өмір салтын өзгерту, темекі шегуден бас тарту, физикалық белсенділік және дұрыс тамақтану қажет. Төменде біз сізді ескерту керек қант диабетінің алғашқы 10 белгісін келтіреміз. Қант диабеті инсулин гормонының абсолютті немесе салыстырмалы жеткіліксіздігіне байланысты, глюкозаның сіңуінің бұзылуымен байланысты эндокриндік аурулар тобы. Нәтижесінде гипергликемия, қандағы глюкозаның тұрақты өсуі дамиды. Ауру созылмалы ағыммен, сондай-ақ метаболизмнің барлық түрлерінің бұзылуымен, көмірсу, май, ақуыз, минералды және су тұз алмасуының бұзылуымен сипатталады. Видеоны бастамас бұрын қазақ тілді каналға қолдау білдіріп, лайк басып, комментарий қалдырып, подписка жасауды ұмытпаңыз. Бірінші, жиі зәр шығару. Қант диабетінің алғашқы белгілерінің бірі полиурия. Егер сіз зәр шығарудың жоғарылауын және зәр көлемінің айтарлықтай өсуін байқасаңыз, әсіресе түнде, бұл дәрігерге немесе эндокринологқа барудың маңызды сигналы. Қандағы глюкозаның мөлшері оның сіңуінің баяулауына байланысты артады. Нәтижесінде бүйректің жұмысы күшейіп, олар артық глюкозаны зәрге шығаруға тырысады. Су ағзаға сіңудің орнына одан қарқынды түрде шығарылады. Екінші белгісі шаршау. Қант диабетінің жиі кездесетін белгілерінің бірі созылмалы шаршау. Глюкозаны жасушаларға жеткізудегі инсулиннің сәтсіздігі оны энергия алмасуынан алып тастайды және дене қажетті мөлшерде қажетті калорияларды алмайды. Үшінші белгі, қандағы қант қаншалықты көп болса, әжетханаға соғұрлым көп барасыз. Одан ағза сусызданады, содан дегидратация пайда болады. Егер сіз үнемі сумен қанықпайтын шөлдеу сезімін сезінсеңіз, дереу дәрігерге қаралыңыз. Шөлді қантты сусындармен қанағаттандырған кезде қандағы қант жоғарылайды, сондықтан шөлдеу күшейеді. Төртінші, бас ауру. Сусыздану қаншалықты болса, бас ауруы мен мигреннің даму қаупі соғұрлым жоғары болады. Әрине, бас ауруы басқа аурулардың белгісі болуы мүмкін, бірақ егер сіз ауырсынудың тізімдегі басқа симптоммен үйлесімін тапсаңыз, онда ойлануға тұрарлық. Келесі белгі – бұлыңғыр көру. Бәрі сіздің көз алдыңызда қалқып жүреді және сіз тұман сияқты көру өткірлігін жоғалттыңыз ба? Бұл белгілер қандағы қанттың жоғарылауында көрсетуі мүмкін. Егер қанда артық қант болса, бұл көру қабілетінің бұзылуын және диабеттік ретинопатияны тудыруы мүмкін. Ретинопатия – соқырлыққа келетін торлық қабықтың зақымдануы. Егер сіз бұлыңғыр көретіндігіңізді байқасаңыз, онда қант деңгейін тексеріңіз. Жүрек айну, құсу, шатасу. Бұл белгілер диабеттік кетоацидоз деп аталатын сирек кездесетін және өмірге қауіп төндіретін жағдайдың белгілері болып табылады. Жоғарғы қанттан туындаған ауру іштің ауырсынуын, тыныс алу проблемаларын, терінің құрғауын немесе қызаруын тудыруы мүмкін. Жетінші, жиі инфекциялар. Қант диабеті иммунитетті әлсіретеді, сондықтан дене жиі суық тиюге және түрлі инфекцияларға бейім болады. Егер сізде қабыну аурулары үнемі қайталанса, глюкозаға тест тапсыру қажет. Баяу жазылатын жаралар. Глюкозаның жоғары деңгейі қан тамырларының тарылуына және артерия қабырғаларының қалыңдауына әкеледі. Бұл тіндердің қанмен қамтамасыз етілуін, оларды оттегімен және қоректік заттармен қанықтыруды нашарлатады. Нәтижесінде дене кесілген жерлерді, жараларды және тіпті әдеттегі сызаттарды емдеуге көп уақыт алады. 9. Тіс проблемалары. Қанттың жоғарылауы тек қанда ғана емес, сілекейде де болады. Сондықтан зиянды бактериялар ауызда жиналып, кариес, қызыл еттен қан кетуді, жағымсыз иісті тудырып, тістер тез сынғыш бола бастайды. 10. Қол мен аяқтағы шаншу, қышу. Жылдар өте қант диабеті жүйке жүйесіне әсер етеді және оны зақымдайды. Аяқ-қолдарға да әсер етеді. Қолдарыңыз бен аяқтарыңызда шаншу, ұйығыштық немесе жану сезімі пайда болуы мүмкін. Қандағы глюкозаның жоғарылауы тер мен май бездерінің дисфункциясын тудырады.
Адамның терісі сезімтал және құрғақ болады. Терінің қорғаныс тосқауылының төмендеуіне байланысты токсиндер, аллергендер мен инфекциялар теріге оңай енеді. Көп жағдайда қышу құрғақ терінің немесе саңырауқұлақ инфекциясының нәтижесі болып табылады. Кейбір жағдайларда теріде қант диабетінде қара дақтар пайда болады, қолтықта, мойында және шап аймағында. Өз денсаулығыңызға қамқорлық жасаңыз. Егер сізде аталған белгілердің біреуі болса, міндетті түрде дәрігерге қаралыңыз. Қалыптыда қандағы глюкозаның мөлшері 3,3-тен 5,5 миллимольге дейінгі диапазонды құрайды. Жаңа деректер бойынша анықтамалық шекара 6,6 миллимоль литрге дейін өзгертілген. Қант диабетінің екі түрі бар. Бірінші түрі инсулинге тәуелді, бірінші тип, жасөспірімдік тип деп аталады. Екінші инсулинге тәуелсіз, екінші тип, онымен көбінесе ересек адамдар ауырады. Қант диабетінің бірінші типі дамуы диабетке бейімділігі жоғары адамдарда. Вирусты инфекция Лангерганс аралшықтары клеткаларына қарсы антиденелер түзілуін туғызады. Бұл антиденелер инсулин түзуші клеткаларды бұза бастайды. Бірақ қант диабетінің белгілері тек бета клеткалардың 80% жойылғанда дамиды. Осыған байланысты антиденелер түзілуі аурудың басталуымен диабеттің айқын белгілері пайда болу арасында айлар, кейде жылдар өтуі мүмкін. Қант диабетінің бірінші типінде инсулин түзілуі төмендейді. Абсолютті инсулин жетіспеушілігі дамиды. Сондықтан аурудың басынан бастап науқастарды инсулинмен емдеу керек. Отбасында ата-анасының біреуі диабетпен ауырса, балаларда диабет даму қаупі 3-5%-ды құрайды. Егер ата-анасының екеуі де диабетпен ауырса, диабет даму қаупі 10-25%-ға өседі. Қант диабеті бірінші типі әзірге толық жазылмайды. Қазіргі уақытта бета клеткалардың бұзылуын баяулатуға байланысты әдістер жасалуда. Ол ауру басталуын кейінге шегеруі немесе дамуының алдын алуы мүмкін. Қант диабетінің біріншілік профилактикасы: диета, күш пен физикалық жүктеме, психоэмоционалдық жағдайды қалпына келтіру, салауатты өмір салтын ұстану. Екіншілік профилактикалық шаралар, яғни сіз қант диабетімен ауыратын болсаңыз: гликемия, гликозурия, артериялық қан қысымы деңгейін, ЭКГ-ні тұрақты бақылау, гликозиленген гемоглобинді 3 айда бір рет анықтау. Аяқ қан тамырларының ультрадыбыстық доплерографиясының 6 айда бір рет, жылына бір рет окулист, невропатолог, қан тамырлық хирург тексерулерінен өтуіңіз қажет. Екінші типті қант диабеті инсулин резистенттіліктің аясында инсулин секрециясының ілгері бұзылуы. Келесі тип гестационды қант диабеті жүктілік кезінде пайда болады. Сіздерге пайдалы болды деген оймен бүгінгі видеомды аяқтаймын. Каналға қосылып, лайк басып, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Қаңтар айының аяғына дейін 1000 подписчик жинауды мақсат еттім. Сіздерден қолдау күтемін. Сау болыңыздар.